Бұл күнгі таң біздің мекемеде әркез бір қалыпта басталады. Салтқа, дәстүрге айналды деуге болады. Теміртау музейі 18 мамырды ерекше түрде атап өтеді. Халықаралық музейлер күнінде 6 жыл бойы жәдігерге құрмет көрсетіліп келеді. Бұл қала тұрғындары өте жақсы көретін музей мерекесі, жәдігер салтанаты деген атқа ие болды. 2012 жылы орындықтар көтерілісі деген атаумен алғашқы жәдігер салтанаты өтті. 2013 жылы мерекенің кейіпкерлері самаурындар мен шәйнектер болды. Жәдігер салтанатына қатысушылар қалалық және облыстық музейлерінің қорларынан және қала тұрғындарының жеке жинағынан 23 сирек самаурындардың коллекциясын көре алды. 2014 жылы тик-так сағаттар деп аталатын жәдігер салтанаты өтті. Мерекеге 10 жыл бойы жиналған музей қорында сақталатын сағаттар жиынтығы қатысты. Олардың арасында бірегей жәдігер швейцариялық Густав Беккер фирмасының 1905 жылғы сағаты болды. Сондай-ақ 50-90 жылдарғы сағаттар, қабырға, үстел, қалта және қол сағаттарының заманауи нұсқалары да ұсынылды. Экспозицияның бір бөлімі қала тұрғындары тарихы бар сағат байқауына қатысуға әкелген сағаттарға негізделген. 2015 жыл аяқ киімге арналды. Мерекенің орталығында экспозиция ұйымдастырылды. Онда 50-ден астам жұп аяқ киімнің музей коллекциясы ұсынылды. Оған ұлттық, кәсіби, спорттық, балалар, ерлер мен әйелдер аяқ киімдері кірді. Жәдігер салтанатында қала тұрғындары ескі аяқ киімге қалай жаңа өмір беруге болатынын көрсетті. Тек қана креативті емес, сонымен қоса отбасы бюджетіне экономия. Мысалы, ойыншық, аяқ киім, машина, гүлге арналған құмыра, мың саяжай, ұсақ түйекке арналған органайзер, ескі етіктің қонышынан клатч және пуфик. 2016 жылы жәдігер салтанаты ыдыс аяқ топалаңы атауына ие болды. Әр мерекедегідей орталық алаңда экспозиция орын алды. Оның айналасында шығармашылық аймақтар жұмыс істеді. Саз-балшықтан ыдыс жасауға, ағаштан ыдыс аяқ ойып жасау бойынша шеберлік сабағына қатысуға немесе тәрелкені бояумен әрлеуге болатын аймақтар. 2017 жыл сәндқойларға қуаныш әкелді. Сәнді аула 18 мамырда музей қабырғасында жұмыс істеді. Онда қала тұрғындары тігіп, жуып, тоқып, сәннің құпиясын ашты. 2018 жылы салтанаттың басты тұлғасы электр құралдары болды. Олардың айналасында барлық негізгі әрекет басталды. Мереке қонақтары Ғазиза Жұбанова атындағы өнер мектебінің оқушыларынан абажурларды бояу бойынша шеберлік сабақ көрді. Кәсіби электрик рөлінде болды. Электр зертханасында тәжірибелер өткізді. Іс-шараның орталығында музей қор коллекциясынан және қала тұрғындарының жеке коллекциясынан электромагия экспозициясы орын алды. 2019 жылы тарих әуендері деп аталған жәдігер салтанатында музыкалық аспаптар құрметке ие болды. Салтанатқа келушілер қазақ, татар, өзбек, орыс, грек халықтарының мәдениетін бейнелейтін әртүрлі ежелгі аспаптарды көрді. Сондай-ақ оркестрлік ішекті, үрмелі, соқпалы аспаптар. Музей алдындағы алаңда 7 шығармашылық аймақ жұмыс істеді. Онда барлығы музыкалық мәдениеттің интерактивті атмосферасын сезінді. 2020 және 2021 жылдары қала тұрғындарына қатты ұнаған жәдігер салтанаты атты авторлық жоба COVID-19 пандемиясына байланысты өткізілген жоқ.